Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Даниярбек Сұлтан, және бұл Стоп коррупция бағдарламасы. Мүдделер қайшылығы дегеніміз не? Оны қайдан іздеуге болады, және бұл құбылыс неліктен сыбайлас жемқорлық қаупіне жатады? Соны талқылайық. Мүдделер қайшылығының анықтамасын сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл туралы заңда табуға болады. Ол жеке мүддесі лауазымдық міндетін дұрыс орынданмауға әкеп соқтыратын лауазымды тұлғалардың жеке мүддесі мен олардың қызметтік өкілеттілігі арасындағы қарама қайшылығы. Бір ескі фильмде айтылғандай, өзінің жүнін мемлекет жүнімен шатыстырып алу. Аполитично рассуждаю, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государственным по шерсти и мясу. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Мүдделер қайшылығы сыбайлас жемқорлықтың ең көп тараған түрі. Ол тікелей пара немесе бағалы зат берумен байланысты болмаса да, мұндай жемқорлық мемлекет үшін де, жеке компаниялар үшін де қауіпті. Неге? Өйткені жеке, достық, отбасылық мүдде лауазымды тұлғаны өзінің қызметтік міндетін ұмытуына, тек өзінің жеке мүддесі үшін әрекет етуіне мәжбүрлейді. Дөкей туысы жоқ азаматтарға қарағанда, шенеуніктердің әйелі, балалары, туыстары, достары, теңдесі жоқ талантты бизнесмен болып, тендерді жеңіп алып, мемлекеттік сатып алу байқауларында жеңіске жетіп жатқан жағдайда. Ал жақын адамдар мемлекеттік құрылымдағы бөлімдерде отбасылық әулетін құрап, бір-бірінің қолын астында қызмет істеп жатқан жағдайда. Немесе ірі бизнестің бұрынғы кез келген қызметкері мемлекеттік деңгейде пайдақорлықпен өз кәсіпорнының мүддесін қолпаштайды. Егер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда сүйенсек, онда мүдделер қайшылығы туған кезде мемлекеттік қызметкер өзінің бастығына жазбаша хабарлап, лауазымдық өкілеттілігін орындаудан бас тартуы қажет. Сосын дау-жанжалдың алдын алып, ретке келтіру шара қолдануы керек. Бұл дегеніміз лауазымдық өкілеттілігін орындауды басқа мемлекеттік қызметкерге тапсыру, мүдделер қайшылығы туындаған қызметкердің лауазымдық міндеттерін өзгерту. Мемлекеттік қызметкер және оның тікелей бастығы мемлекеттік органның басшылығымен қоса мүдделер қайшылығын болдырмаудың алдын алып, шара қолданбағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Мемлекеттік деңгейде қабылданатын шаралар бар. Алдын алу шарасы. Сыбайлас жемқорлықтың аталмыш көрінісімен күресудің ең тиімді тәсілі. Бұл жерде басты жауапкершілік мемлекеттік қызметкердің мойнына жүктеледі. Ақпаратты ашып көрсету. Бұл мүліктерді табысты декларациялау, мағлұмдау. Бұл тәсілі туралы біздің бағдарламаның бірінде егжейлі-тегжейлі айтылатын болады. Егер мүдделер қайшылығын тудыратын жағдай болса, онда шешім қабылдау процесінде қатысудан өз еркімен бас тарту. Бұл кәсіби әдепке жатады. Сыртқы мониторинг бақылау деген болады. Оны жемқорлыққа қарсы күрес ұйымдары мен азаматты қоғамның мүшелері жүзеге асырады. Сыбайлас жемқорлықты жеңу үшін барлық қолжетімді тәсілдерді қолданған маңызды. Соның бірі мүдделер қайшылығын болдырмау. Мен еліміздің бүкіл азаматтарының тең мүмкіншілігін қолдаймын. Сіздер де қолдайды деп үміттенемін. Бәріміз бір ауыздан стоп коррупция дейік.